Өткенде қандай қызбен жүрсің? Біреу ғой, баяғыда араласқан. Араласқан қалай сонда? Баяғыда бойдақ кезде араласқанбыз ғой. Кейін тұрмысқа шығып кетті, мен үйленіп кеттім дегендей. Ол қаз қайтып келіп қалды, ажырасып. Сонымен біріміз тауып алдық та, общение, бичейін, ары бері. Сәл мейірім шапағат керек болып отыр екен. Соны жаңа беріп, жаңа жүрген ғой. Үйленгенің біле ма? Айтқан жоқпын үйленгенімді. Білу шарт емес қой. Ертең бітетін демауға бұл. Сонда алдап жүрсің ба оны? Бауыржан, қазір молдаларский бір әңгіме бастайын деп тұрсың ғой. Қойшы айналайын, ертең қызығып бітеді, қоямыз оны да. Тоқтайды, ол ұзаққа бармаймын. Бірінші некесінде жолы болмапты. Енді ер азаматын таптым деген кезде сен оны алдап жүрсең. Болды ғой ол ер адамдарға сенбейді бұдан кейін. Бүкіл еркектің бәрі осындай дейді сен сияқты. Сен жүресің, ажырасқан қыздардың бәрі осындай деп. Шынымен үйленемін деген бір жігіт кездессе ертең. Сенбейді ғой оған. Дәл қазір екі әйелдің өмірімен ойнап жатқанын білесің ба? Әйелің білсе қалай ренжиді? Анан айтпай-ақ түсінікті. Бекзат, дәл қазір хабарлас, бүкіл шындығын айт, кешірім сұрады, қарым-қатынасын тоқтат. Кешірім сұрады, қарым-қатынасын тоқтат. Сен дәл қазір екі әйелдің өмірімен ойнап тұрған, дәл қазір екі әйелдің өмірімен ойнап тұрған. Алло, Алло, жаным. кешірші мен. Неге? Не болып қалды? Мен сені алдап жүрмін. Кешірші мен.